Шығыс Қазақстан облысы бойынша 12 ардагер қалып отыр. Бүгінгі күні біз міне 8 март халықаралық әйелдер күні қарсаңында осы біздің облыста қалған 2 ардагерлерімізді, әйел азаматшаларымызды құттықтап келіп отырмыз. Жастар ұзақ болып, бұл кісіде бір ардагеріміз 102-де болса, екінші ардагеріміз осы биылғы жылы 100-ге толайын деп отыр. Здравствуйте! Да. С праздником вас! Спасибо. Долгих лет вам жизни! Здравствуйте, с праздником! Спасибо. Главное, что желаю, чтобы мир был, согласие и это. Ну а молодежи, кто будет служить в армии, служить честно, добросовестно, с достоинством. Мы, как могли, так сделали. Когда началась война, у нас не было другого решения, как идти защищать Родину. Мы это выполнили.